Сәлем қыздар, бүгін біздер венский вафли пісіреміз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен 200 грамм секерімізді 300 грамм ерітілген сары маймен жақсылап араластырамыз. Мен бұл құрамды 2 еселедім. Бұл құрамнан 20 шақты вафли шығады. Егер азғантай семьяңызда аз адам болсаңыз, 10 шақты жасағыңыз келсе, осы мен жасап жатқан құрамды 2-ге бөліп алсаңыз болады. Мысалы, 200 грамм секерді 100 грамм секер деп ауыстырып аласыз. Сары майымыз бен секерімізді жақсылап араластырамыз. Енді 400 мл сүтімізді құямыз. Секеріміз жақсы болып еруі керек. Сол үшін ұзақ араластырып, миксермен де істеуге болады. Енді 6 жұмыртқамызды саламыз қамырымызға. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Менің қызым қайта-қайта келіп видеоға түсіп жүр. Енді 700 грамм ұнға 20 грамм разрыхлитель салып, жақсылап араластырып аламыз да, сұйық массамызға салып отырып, қамырымызды дайындаймыз. Ұнымызды аз-аздан салып елейміз, ата игеру қиын болып кетеді. Сондықтан осылайынан ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп араластырамыз. Қамырымыз қою болып шығу керек. Сонда вафлилеріміз әдемі, үлкен болып шығады. Енді мультипекерімізді қыздырып аламыз. Май жағамыз. Басында майды 1 рет жағасыз, содан кейін май жағып керек емес. Жақсылап майлаймыз да, қақпағын жауып суға қоямыз, кішкене ыссын мультипекеріміз. Енді ысыған қалыбымызға вафлилеріміздің тестісін құямыз. Егер үлкен әдемі 4 бұрышты вафли шыққан қаласаңыз, осы формаға 4 бұрышты формаға жеткізіп жан-жағына тегізіп жасасаңыз, сізде әдемі ровный 4 бұрышты вафлилер шығатын болады. Егер шағын кішкентай жасаймын десеңіз, ортасына ғана тестіні қиып қоясыз. Енді тестімізді салып жауып қойдық. Тестіміз дайын болды. Сіздерге бір айта кететін лайфхак. Бұл тоқпен істегендіктен ағаш қасық қолданыңыздар. Вафлимыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.